Қалай сонда? Енді ипотеканы қалай төлейміз? Бәрі жақсы болады. Әрине жақсы болады. Жарайды. Бірақ бәрібір полицияға немесе заңгерлерге бар. Алаяқтарды тауып ақшаны қайтару керек. Сәлеметсіз бе? Мен несие рәсімдегім келеді. Тоқтаңыз, бұл алаяқтардың бір схемасы. Әдетте мұндай жарнамалар алдау әрекеттерінің бір бөлігі. Заңгерлердің өздері де алаяқтар. Алдын ала төлем алған соң, олар жай ғана жоғалып кетеді. Ал қарызды өзіңіз төлеуге мәжбүр боласыз. Сізге ең болмағанда, олардың расында адвокат екенін тексеріп алуыңыз қажет. Жұмыс орнын, кеңсесін көру, келісім шартқа қол қою. Бұған көз жеткізбей, барлық әрекеттерді онлайн жасамаңыз және ақша аудармаңыз.